Баршаңызға сәлем, сіздермен түрік киносы арнасы. Бүгінгі шығарылымда Қазақстан ұлттық телеарнасында болып жатқан Топырақ пен Хауа сериалында басты рөлде Юсуф, яғни Жүсіптің рөлін сомдаған Мұрат Юналмыш туралы толық ақпарат айтатын боламын. Мұрат Юналмыш түрік кино және телесериал әлеміндегі танымал актерлардың бірі. Ол өзінің харизмасы, актерлық шеберлігі және экрандағы шынайы бейнелерімен көрермендердің жүрегін жаулап алды. Оның мансабындағы маңызды кезеңдердің бірі Топырақ пен Хауа телехикаясындағы басты рөлі. Бұл жоба оның актерлық шеберлігін толықтай ашып, көрермендерге терең әсер қалдырды. Мұрат Юналмыш 1981 жылы 23 сәуірде Түркияның Кайсери қаласында дүниеге келген. Жастайынан спортқа, әсіресе баскетболға қызығушылық танытып, кәсіби деңгейде ойнаған. Алайда анасының кеңесімен актерлікке бет бұрып, Стамбулдағы театр институтына оқуға түсті. Ол Мармара университетінің бизнес факультетін тәмамдағаннан кейін Академия Стамбулда актерлік шеберлікті меңгерді. Осылайша оның өнер жолындағы сапары басталды. 2010 жылы Мұрат Юналмыш Топырақ пен Хауа телесериалында Юсуф Ханжыоғлы рөлін сомдады. Сериалда Юсуф, яғни қазақша Жүсіп, Каппадокиядағы бай Ханжыоғлы отбасының үлкен ұлы. Отбасының бизнесін басқарып, барлық жауапкершілікті өз мойнына алған. Ол сымбатты, бай әрі еңбекқор жігіт ретінде бейнеленді. Юсуфтың заңсыз баласы пайда болғанда, оның өмірі түбегейлі өзгерді. Балаға күтім жасау үшін анасы Хамиет бала күтуші іздейді. Сол кезде Топырақ есімді әйел пайда болады. Топырақтың әпкесі Хауа да оларға көмектесу үшін бірге тұра бастайды. Алайда Хауа Юсуфты баурап алуға тырысады. Бұл жағдай Юсуфты екі әпкенің арасында қиын таңдауға мәжбүр етеді. Сериалдағы Юсуф пен Хауа рөлдерін сомдаған Мұрат Юналмыш пен Бирче Акалайдың экрандағы химиясы көрермендерді тәнті етті. Олардың экрандағы махаббаты шынайы өмірде де жалғасын тауып, 2011 жылы 17 мамырда Каппадокияда үйленді. Алайда олардың некесі ұзаққа созылмай, 2012 жылдың қарашасында қайтадан ажырасып кетті. 2012 жылы Мұрат Юналмыш Топырақ пен Хауа сериалынан кетті. Ол Махсум Хирмизидің жаңа жобасы «Әке мен балалар» сериалына ауысты. Сериалдың продюсері Афшар Фильм Мұраттан бірнеше эпизодта ойнап сериалды аяқтауды сұрады. Кейінгі жылдары Мұрат Юналмыш бірнеше жобаларда басты рөлдерді сомдады. Оның ең танымал рөлдерінің бірі Жат мекен сериалындағы Демир Яман. Бұл рөл оған үлкен танымалдылық әкеліп, бірнеше мақтауларға ие болды. Естеріңізге сала кетейік, Жат мекен түрік телехикаясы Қазақстан ұлттық арнасында 1 және 2 маусымы болған еді. Толықтай кино туралы айтып өтетін болсақ, сериалдың басты кейіпкерлері Зүлейхан мен Йылмаздың махаббат хикаясын баяндайды. Олар бірге Стамбулда тұрады және бір-бірін шын жүректен сүйеді. Алайда Йылмаз бір байдың ұлын байқаусызда өлтіріп қояды. Содан кейін екеуі елден қашып, Шукроваға келіп, фермада жұмыс істеуге мәжбүр болады. Шукровада олар өзін ағалы қарындас етіп таныстырады. Бұл жерде Зүлейхаға ферма иесі Демир Яман, яғни қазіргі Топырақ пен Хауа сериалындағы Юсуфтың рөлін сомдаған Мұрат Юналмыш ғашық болып қалады. Анасы Хүнкармен бірге ол Зүлейханы өзіне әйел ету үшін түрлі айлалар жасайды. Сөйтіп Зүлейха мен Йылмаздың тағдыры түбегейлі өзгереді. Сериалда бай мен кедей арасындағы әлеуметтік алшақтық, сатқындық, адалдық пен махаббат, кек пен әділет тақырыптары терең қозғалған болатын. Мұрат Юналмыштың Топырақ пен Хауа телесериалындағы рөлі оның актерлық мансабындағы маңызды кезеңдердің бірі болды. Ол Юсуф Ханжыоғлы рөлі арқылы көрермендердің жүрегін жаулап, түрік телехикаяларының әлемінде өз орнын тапты. Оның экрандағы шынайы бейнесі мен актерлық шеберлігі оны түрік киносының жарқын жұлдыздарының біріне айналдырды.